Мен мына Алматы облысының Іле ауданы дағы ол уақытта Кассик деген колхоз болды. Сол жерде тудым. Сол жерде 4 сынап 4 класс мектеп болды. Біздің заманымызда бастауыш мектеп дейтін. Соны оқыдым. Соны бітіргеннен кейін ары қарай мектеп жоқ. Көрші ауылда, көрші колхоз, басқа колхозда 7 жылдық мектеп болды. Соны 5, 6, 7, 3 жыл сонда оқыдым. Одан кейін колхоздарда мектеп жоқ, біздің заманымызда мұғалім жоқ, қанау жоқ. Сонымен Алматыға келдім, 8, 9, 10 Алматыда 22-ші мектепті бітірдім. Содан кейін Қазақтың мемлекеттік университетіне жастайымнан мен барлаушы болсам деп армандағам, әлгі детективный неше түрлі кітаптарды оқып, кино көріп дегендей. Содан сол Қазақтың мемлекеттік университеті ол уақытта жалғыз университет біздің заманымызда. Соның заң факультетіне тапсырдым, конкурстан өте алмай қалдым. Содан кейін 2 жыл жұмыс істедім заводта. Бұрындай дейтін жер бар, осы Алматының түбінде, 20 шақты, 30 шақты жерде, километр жерде. Сол жерде жұмысшы болып 2 жыл жұмыс істеп, біздің заманымызда сол 2 жыл істегендерге жеңілдік болатын, стаж. Сөйтіп университеттің заң факультетіне түстім. Менің атымды әкем қойды, Сәт деп. Себебі өзі сол кісінің сөзіне қарағанда, осы Алматы облысында бұрын Советтік социалистік республика болмай тұрғанда Сәт деген болыс болды. Волостной правитель дейді ғой. Содан кейін әр әкеші өзінің баласы бастық болса екен, болыс болса екен дейді баяғыда. Сөйтіп сол Сәт болыстың атымен мені Сәт деп қойыпты. Себебі ол болыс болса да халыққа көмек беретін әділ сондай адам болыпты. 10-шыны оқуды бітіргеннен кейін 2 жыл жай жұмыс істедім. Себебі біздің заманымызда кім сондай қара жұмыс істесе, қара жұмыс емес, жұмыс істейтін болса, онда жоғарғы оқу орнына несіз түсу жеңілдік болатын. Сөйтіп мен университетке түстім, заң факультетін, оны бітірдім. Одан кейін сол барлығы оңай шешілді, оңай. Менің ойымша, себебі жаңағы түсу жағында қиын болдым оқуды. Оқуды жақсы оқыдым. Оқуды бітіргеннен кейін барлаушы болсам деп мені неге алдымен прокуратураға шақырды. Содан кейін прокуратураға барып, 3-4 ай жұмыс істегеннен кейін КГБ-ға жұмысқа шақырды. Содан ол жерден ол уақытта совет заманы Москваға ауыстырды. Сол барлау мектебінде оқыдым Москваның. Сол жерде жұмыс істедім, қызмет істедім жаңағы. Сондықтан менің есімім бе соған жоқ. Басқа ма енді алфавитте қазақ алфавитіндегі әріпі бар, Сәт деген. Ал басқа ол уақытта совет, қазір де орыс алфавиті қойса, деген жоқ, Сат деп кетті. Сөйтіп есімім бе басқа ма, әйтеуір сол жылжып ойлаған ой орындала берді. Мен жасымнан әлгі детектив дейді ғой, мен жасымнан барлаушы болсам деп армандадым, мектепте оқып жүргенде де. Сол үшін заң факультеті маған айтты, заң факультетіне түссең, одан кейін мүмкін барлаушы болуға болады, органдарда жұмыс істейсің деп, мүмкіншілік есік ашылады деп. Сөйтіп оқыдым. Оқып, осы Қазақтың мемлекеттік университетін бітірдім. Соны бітіріп, мені прокуратураға жіберді қызметке. Прокуратурадан мені КГБ-ға ауыстырды. Одан Москваға жұмыс қалды, барлауға. Сөйтіп мен ол жерде барлаудың мектебін бітірдім. Разведшколу КГБ СССР. Бірінші тілім
одан кейін дипломатиялық мектепті бітірдім, высший дипломатический. Бірінші тіл Қытай тілі, екінші ағылшын тілі. Қытайда, шетелдерде жұмыс істедім. Мен әкем жай ауылда колхозшы болды, анам да колхозшы болды, жай қара жұмысшы. Содан мені оқысын деп, орысша үйренсін деп, мен Казсык дейтін колхоз болды. Казсык, Казахстан центральный болды. Мына Іле ауданында. Содан кейін әкем марқұм Бұрындай дейтін поселок бар, сол жерде орысша үйренсін, балалармен сөйлессін, орысша балалармен деп, сол жерде скотобаза бар екен, соған қарауыл болып тұрды. Мен көшіп барды, мен ана балаларға жақын болсын. Барлаушы болам деп, оны мені КГБ қалды. Шетелде жұмыс істедім. Содан кейін маған айтты, басқа органдар құр деп. Ол уақытта президент Назарбаев, Нұрсұлтан Әбішевич болды. Мен содан кейін сол органдарды құрдым. Басқа. Ең алдымен КГБ-да соны кішкене өзгертіп, оның барлауын жетілдіріп, содан кейін президенттің служба охранасын қойдым. Президентский гвардияны құрдым. Ондай бұрын Қазақстан емес, біздің заманымызда Советский Союз болды ғой, Совет үкіметі болды. 15 республика соған кірді алдында. Содан кейін Қазақстан біз содан бөлініп шықтық. Ондай органдар болмайтын. Соны мынау Американың несін стажировкасы емес, бір таныстым, барып қызмет істеп жүрдім. Сөйтіп солар органдарды құрдым. Содан кейін мына артынан мені қорғаныс саласына министр обороны қылдым. Министр обороныға келсем, бұрынғы Совет үкіметінен қалған қалдық. Ол уақытта Совет үкіметі болған уақытта Совет үкіметінің екі жауы болатын. Бірінші жауы Америка құрама штаты, екінші жауы Қытай Халық Республикасы. Келесі уақытта бір айдан кейін ба, бірінші жау Қытай Халық Республикасы, екінші Америка құрама штаты. Ол уақытта қазіргідей емес, ол уақытта басқа жүйе болды ғой. Ол Қытай менен жау болғаннан кейін, ол уақытта біз СССР-ның сындарға кіретіміз. Советский Союз деген болды. Сіздер жассыздар, ол білмейсіздер, тарихтан ғана оқыдыңдар. Соның ішінде болдық. Сонда Қытай Халық Республикасы жау деп негізгі саясаты солай болғаннан кейін әскерлердің барлығын мына солтүстік шығыс Қытай жағына сосредоточить еткен. Содан кейін мені министр қылып, система жүйе өзгерді. Мені министр болғаннан кейін мен жаңағы армияның барлығын өзгертіп, бүкіл мәселен бүкіл әскер солтүстік шығыста болды. Біздің тәуелсіздік алдық қой енді. Байлығымыз, Каспий, энергия, о жерде бір солдат жоқ, бір не жоқ. Сондықтан оны өзгерту үшін округтар дегенді құрдым. Себебі бұлай әскерді дислоцировать етсең, көшірсең өз жерге. Себебі жандағы басқа елдер, Өзбекстан болсын, мына жағы Ресей болсын, мына жағы Қырғызстан, басқалар неге Қазақстан армиясын басқа өзгертіп жатыр. Место дислокации барлығын. Енді бір жерден басқа жерге көшіріп жатыр. Ол неме бізбен соғысайын деп жатыр ма деп. Сондай деп не етпеу үшін, әңгіме болмау үшін округ құрдым. 4 округ. Оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс. Ол деген сөз, сол округ болған жерге армияны алып көруге болады. Сөйтіп, бүкіл қарулы күшті сол Советтен қалғанын өзгертіп, жаңағы округтың жағында. Ол деген сөз бүкіл Қазақстанға, себебі Каспий жалаңаш қалды, байлығымыз болса да, сол жерге армияны алып бардым. Жалғыз сол жер емес, оңтүстік болсын, солтүстік, бүкіл Қазақстанға сарасыйдеттім. Бұл органда КГБ комитет басын істейді. Оның барлауына неттім. Содан кейін сол жерде служба охрана құрдым. Ол үшін бізде Совет үкіметінде ондай болмаған служба. Американың Центральное разведывательное управление бастығы доктор Вулси деген кісі болды. Нұрназарбаев айтты,
солармен таныс, соларға шықтым. Сонымен сол елшілік арқылы, Қазақстанның елшілігі арқылы ол Американың жаңағы центральный разведына шықтық. Олар шақыртты, мен жаныма екі адамды алып, сол барып олармен таныстым. Енді құпияны таныстырмайды ғой, біз тәуелсіздік мемлекет бәрін құру керек болды бізге. Бірақ жалпы жағдайларын таныстым. Танысып, содан кейін жаңағы доктор Волсыйды Қазақстанға шақырдым. Нұрсұлтан қабылдады осы жерде. Сөйтіп жаңа органдарды құрдық. Ол жаңағы барлау болсын, қарсы барлау, разведка, контрразведка деген әрбір мемлекет өзінің сондай органдары болу керек, өмір сүру үшін. Біздің жауымыз жоқ. Менен сұрады, біз жауларың бар, жауымыз жоқ, но интересі есть әрбір. Ана елде қалай болып отырмын деді. Сөйтіп сондай айтуға оңай, сол не еткенде, тәуелсіздік құрғанда жаңа органдарды құрдым. Қауіпсіздігін, Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін. Әрбір адамның бас бостандығы сияқты органда, мемлекетте біз тәуелсіз болдық. Мемлекетіміз болмады, республика. Союзный республика дейді, 15 рет соған кіреміз. Жоғары жақ не айтады, Москва не айтады, соны орындап жүрді Қазақстан. Міне тәуелсіздік алғаннан кейін жеке мемлекет болып, жеке орган болып, ал тәуелсіздік алмай тұрғанда әрине тәуелсіздікті аңсадық. Міне биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өткелі жатырмыз. Ол тәуелсіздікті бағалай білу керек. Тәуелсіздіктің аты, ешкімге бағынышты емессің. Өзің саясатыңды өзің жүргізесің. Өзің тапқаныңды өзің жейсің. Міне тәуелсіздік деген өте қымбат тәуелсіздік. Осы биыл жылдың 5 қаңтарында Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа жолдау жасады. Сонда тәуелсіздікті атап өтті. Өте жоғары бағалап өтті тәуелсіздік. Біздің тәуелсіздіктің не керек екенін. Сондықтан осы біздің тәуелсіздігімізді бағалай берейік. Міне 30 жылдығы болады тәуелсіздіктің, осы мереке болады, өтеді. Сондықтан сіздер жастарсыздар, осы тәуелсіздікті бағалап, қадірлеп, қолдап, қорғап отыру керек. Тәуелсіз Қазақстан біздің отанымыз, біздің болашағымыз. Міне біз жаңағы органдарды құрдық, тәуелсіздікті қаладық. Енді сіздер, сіздің поколение, жас поколение, осыны алға қарай апару керек. Бұдан осы мықтылық оңай емес. Тәуелсіздікті ала алмай жүрген күрд мемлекеттері 5 мемлекетте қаңғып жүр. Әрқайсында 2 бәлем миллионнан. Бұдан 2 жыл бұрын ба тәуелсіздік алдық деді. 3 күн ғана тәуелсіздік болып тұрды. Одан кейін құлады. Себебі басқара алмады тәуелсіздік. Ана жерде неде Өзбекстанда 3 миллион түріктер, Әзербайжанда 2 миллион, тағы сонда жан-жақта тұр. Иранда 5 миллион ба, 7 миллион қазір есімде жоқ. Сондай болды. Олар басшылары тәуелсіздік ұстап тұра алмады. Қазір ұмытып қалдым, бір генерал болды. Ол да басқара алмағаннан тәуелсіздіктен айырылып қалды. Ал біздің елімізде тәуелсіздікті ұстап қалдық. Біздің поколение, біздің мен қазір 80-ге келдім, Құдай қаласа 80-ге. Міне, ал сендер жастар, сол осы тәуелсіздікті мәңгілік ұстау үшін одан сайын нығайтуларың керек. Себебі тәуелсіз болмасаң, ол мемлекет емес. Барлық жағында да тәуелсіздік бар. Ең қымбат, ең бағалы біздің елімізде ол тәуелсіздік. Енді өмір болғаннан кейін әттеген ай деген кейбір онша біткеннен кейін айтасың, онша маңызды емес болды. Ал негізінде алда қойған мақсатым, мен ең бірінші жас уақытымда да барлаушы болсам екен деген. Соны қолым жетті. Оқыдым мен заң факультетін. Одан кейін служба безопасности. Одан Москваға ауыстырды. Ол біздің заманымызда
ол уақытта ешқандай не жоқ. Жай мен ауылдың қазақ, әкем колхозда жай ауылда жұмыс істейді. Ана одан кейін артынан скотобазаның қарауылы болды. Анам, сол менің еңбегімменен мені Москваға алды. Разведывательный соның нелерін школын бітірдім. Ол уақытта совет үкіметі. Соны бітіріп, соны лейтенант болдым. Өстім, шетелде жұмыс істедім. Содан кейін сөйерде нетіп жүргеннен кейін разведчик болғаннан кейін жоғарғы дипломатиялық академияға Москваның, шетелдің. Соны бітірдім. Бірінші Қытай, екінші ағылшын тілімен. Сонымен жұмыс істедім мен. Мен алдыма қойған мақсатым, арманым осы қызмет, отаныма жұмыс істесем, отанымды нығайтсам деген нем алдыма қойған мақсатым орындалды. Мен соған қуанышты емес, бақыттымын. Менің бұрылып қарағанда өмірімді ылғи анализировать дейді, қазақша не дейді, саралап жүремін. Қандай қателік жібермедім бе дегендей. Мен жай ауылда колхозшы дейміз, ол уақытта бізде колхоз деген болды. Жай қара жұмысшы әкем де, шешем де, содан сол жерден шықтым мен. Отаныма қызмет етіп, менің арманым орындалды. Барлаушы болам дедім, барлаушы болдым. Шет тілін алдым, Қытай, ағылшын, шетелдерде жұмыс істедім. Отаныма енді барлық жағынан да рядовой әлгі болып, содан кейін лейтенант болып, міне генерал-полковникке дейін жеттім. Барлауда да істедім. Неде, органда да, қорғаныс министрі де болдым. Міне отаныма өзімнің әлімше отаныма жұмыс істедім. Отанымды нығайту үшін жұмыс істедім әрбір салада. Сондықтан менің сардарлап анализировать етіп отырам. Тілегім де, ойлаған ойым жүзеге асырылып отырды. Отаным үшін. Мен елдің алдында да, халықтың алдында, Құдайдың алдында да өзімді ақ деп санаймын. Ешкімге мен еш жерде жаманшылық жасаған жоқ. Адал отаныма жұмыс істедім. Сондықтан отаным да мені бағалап, мені жаңағы жай ауылдың колхоздан шыққан баламын, әке-шешем де жай ауылдың жұмыс, колхоз деген болды, баяғыда ауылда жұмыс. Содан шыққан мені генерал-полковникке дейін жетіп, әртүрлі қызметте отаныма адал қызмет еттім. Осы президенттің служба охранасын құрдым, барлауды құрдым, оны басқардым, шетелде істедім, жоғарғы дипломатиялық академияны бітірдім, совет үкіметінің уақытысында. Қытайда жұмыс істедім, бірінші Қытай, ағылшын тіл, шетел. Сондықтан мен бақыттымын. Ешқандай Құдай көріп отыр, халықтың алдында да, елдің алдында, отанның алдында адалмын. Осы өміріме, осындай өміріме, әкеме, шешеме де өмір берген Құдайға да ризамын.